1984 жылдың 2 желтоқсаны. Үндістанның қақ ортасында орналасқан Бхопал қаласы әдеттегідей терең ұйқыға кеткен еді. Сыртта қыстың суық, желсіз түні. Жергілікті уақыт бойынша түн ортасы ауған шақ. Сағат тілі 12-ден асқанда, қаланың солтүстік бөлігіндегі алып химиялық зауыттың мұржасынан үнсіз, иіссіз әрі көрінбейтін өлім бұлты бөлініп шықты. Бұл бұлт аспанға көтерілген жоқ. Ол ауадан ауыр болғандықтан баяу ғана жер бауырлап, зауыт іргесіндегі кедейлер тұратын тығыз аудандарға қарай жылжыды. Көшеде ұйықтап жатқан үйсіздер, өз үйінде жылы төсегінде жатқан мыңдаған отбасы өздерінің соңғы демін жұтып жатқанын сезген де жоқ. Бірнеше минуттан кейін Бхопал нағыз тірі өліктер қаласына айналады. Қайырлы күн достар, сендермен бірге Қара Таспа. Адамзат тарихында соғыстар, табиғи апаттар және індеттер аз болған жоқ. Бірақ адамзат баласының өз қолымен жасаған салғырттық пен ақшаға деген арамдықтың кесірінен туындаған техногендік қасіреттердің орны бөлек. Бүгін біз сендермен бірге адамзат тарихындағы ең ірі, ең қорқынышты химиялық апаттардың бірінің хроникасын бірге ашамыз. Бұл Бхопал газ трагедиясы. Небәрі бірнеше сағаттың ішінде бүкіл бір қаланы улап тастаған бұл оқиғаның артында әлемдік алпауыт американдық корпорация тұрды. Бүгінгі шығарылымда біз Үндістан үкіметінің ресми есептері мен халықаралық сарапшылардың құпия құжаттарына сүйеніп, сол түнгі хаосты секундқа дейін талдаймыз. Бұл зауытта шын мәнінде не болды? Неге бұл апаттың салдары әлі күнге дейін жалғасып келеді? Арнаға жазылып лайк басып пікір қалдыруды ұмытпа. Ал біз бастаймыз. Түнгі сағат 1-ден асқанда Бхопалдың орталық ауруханаларына алғашқы науқастар келе бастады. Олардың барлығының симптомдары бірдей еді. Көздері от болып күйіп бара жатқандай ашып, тыныс алу жолдары қатты қысылып, ауыздарынан көбік аққан. Адамдар терең тыныс алған сайын өкпелері іштен суға толып, өз қанына өздері тұншығып жатты. Қаладағы бар болғаны бірнеше дәрігерлер не болып жатқанын өздері түсінбеді. Олар зауыт басшылығына қоңырау шалып, қандай газ тараған және оның антидоты қандай екенін сұрағанда, зауыттың кезекші операторы «Ештеңе болған жоқ, жай ғана аммиактың кішкене жылыстауы. Уайымдауға негіз жоқ», деп жауап берді. Бұл қорқынышты өтірік мыңдаған адамның ажалын тездетті. Дәрігерлер қарапайым улану деп ойлап, науқастарға су шашуды ғана бұйырды. Ал бұл сумен әрекеттескенде одан сайын қауіпті болатын. Темір жол вокзалында пойыздар тоқтап, ішіндегі жолаушылар кабинада отырған жерінде жан тапсырып жатты. Бхопал нағыз тозақтың ортасында қалды. Бұл қасіреттің тамыры 1969 жылдан бастау алады. Ол кезде Үндістан ашаршылық пен ауыл шаруашылығындағы дағдарысты еңсеру үшін жасыл революция бағдарламасын қабылдаған болатын. Егінді зиянкес жәндіктерден қорғау үшін елге шұғыл түрде миллиондаған тонна арзан пестицидтер қажет болды. Дәл осы сәтте нарыққа американдық трансұлттық алпауыт Union Carbide корпорациясы кірді. Олар Бхопал қаласының қақ ортасынан, халық тығыз қоныстанған ауданынан пестицид шығаратын алып зауыт тұрғызуға рұқсат алды. Жергілікті халық бұл зауытты бақыт деп ойлап, мыңдаған жұмыс орны, жақсы жалақы және қаланың экономикалық өрлеуі деп ойлады. Ешкімде бұл зауыттың ішінде заманауи химияның ең сомдық, ең тұрақсыз құпиясы сақталатынын болжаған да жоқ. Пестицид өндіру үшін зауыт метилизоцианат, қысқаша МИЦ деп аталатын химиялық компонентті пайдаланды. Бұл заттың қауіптілігі соншалықты. Ол кәдімгі әскери газдың уландырғыштарынан да асып түсті. Оны сақтаудың жалғыз жолы температураны тұрақты түрде 0 градустан төмен ұстау. Егер температура көтерілсе, бұл сұйықтық бірден қайнап, жойқын газға айналады. 1980 жылдардың басында Үндістанда құрғақшылық болып, пестицидтерге сұраныс күрт төмендеді. Зауыт шығынға бата бастады. Міне,
Дәл осы сәтте американдық басшылық адам айтса сенгісіз үнемдеу режиміне көшті. Олар күніне бар жоғы $37 үнемдеу үшін МИЦ сақталған резервуарларды суытып тұратын фреондық тоңазытқыш жүйесін толықтай өшіріп тастады. Сонымен қатар қауіпсіздік техникасына жауапты білікті инженерлердің жартысын жұмыстан шығарып, олардың орнына химиядан хабары жоқ арзан жұмысшыларды алды. Зауыт іс жүзінде кез келген секундта жарылуға дайын тұрған алып химиялық бомбаға айналды. Тек ошаққа от қоятын сәтті ғана күтіп тұрды. 2 желтоқсан кешкі сағат 22:00 шамасы. Зауытта әдеттегі құбырларды тазалау жұмыстары жүріп жатты. Ереже бойынша су жуып жатқан құбыр мен улы МИЦ сақталған резервуарлардың арасына темір бұғау, яғни заглушка қойылуы керек еді. Бірақ жұмысшылар бұл ережені елемеді. Салғырттықтың салдарынан су клапаннан өтіп, тікелей 42 тонна метилизациянат сақталған жер астындағы Е610 резервуарына құйыла бастады. Су мен у қосылған сәтте жойқын химиялық реакция басталды. Сағат түнгі 11-ден асқанда резервуар ішіндегі қысым қалыпты 14 дәрежесінен 70-ке дейін көтеріліп кетті. Бұл апаттың алғашқы қайтарымсыз триггері еді. Түн ортасы сағат тілі 00:00-ді көрсетті. Басқару бөлмесіндегі кезекші операторлар датчиктердің көрсеткішіне қарап, көздеріне сенбеді. Резервуар ішіндегі температура Цельсий бойынша 200 градустан асып, қысым шектен шығып кеткен еді. Жер астынан шыққан қатты гүрілден басқару бөлмесінің бетон едені дірілдей бастады. Операторлар уды тоқтату үшін авариялық жүйелерді іске қосуға ұмтылды. Бірақ бәрі кеш еді. Шығымды үнемдеу үшін тоңазытқыш өшірілген, газды бейтараптайтын вентиляциялық скрубер бұзылып тұрған, ал улы газды ауада өртеп жіберуі тиіс факел мұнарасы бөлшектеніп, жөндеуде жатқан болатын. Компания қағаз жүзінде мінсіз қорғаныш жасағанымен, іс жүзінде барлық жүйелері өлі күйінде еді. Зауыт толықтай бақылаудан шықты. Сағат түнгі 00:45. Резервуардың болат қабырғалары жоғары қысымға шыдамай, авариялық клапан атылып кетті. Көкке қарай сағатына 40 тонна жылдамдықпен таза метилизациянат газы атылды. Зауыт басшылығы дүрбелеңмен қорықты. Олар қала халқын шұғыл эвакуациялаудың орнына сырттағы үлкен сиренаны өшіріп, тек зауыт ішіндегі кішкентай дабылды ғана қалдыруға бұйрық берді. Олар халықтан шындықты жасырғысы келді. Нәтижесінде Бхопалдың 100-деген мың тұрғыны ешқандай ескертусіз, ешқандай қорғаныссыз тікелей ажалмен бетпе-бет қалды. Газ бұлты қаланың үстіне үнсіз шөгіп, әрбір үйдің есігі мен терезесінен ішке ене бастады. Түнгі сағат 2-лер шамасында газ қаланың орталық теміржол вокзалына жетті. Ол жерде мыңдаған адам пойыз күтіп отырған еді. Айналаны қою, ащы тұман басып, адамдар жаппай тұншыға бастады. Дәл осы сәтте станция бастығы Харигам Сингх нағыз ерлік көрсетті. Ол өз өмірінің қауіпті екенін біле тұра вокзалдан қашпады. Сингх байланыс жүйесі арқылы Бхопалға қарай келе жатқан барлық жолаушылар пойыздарын шұғыл түрде тоқтатып, оларды басқа станцияларға бұрды. Осы әрекет арқылы ол мыңдаған сырттан келе жатқан жолаушыны ажалдан аман алып қалды. Бірақ өзі газды тым көп жұтып қойғандықтан таңға жуық өз жұмыс орнында жан тапсырды. Сағат таңғы 5:00-де газ басылған кезде Бхопал көшелері мен вокзал маңы нағыз жаппай зиратқа айналып үлгерген еді. Таң атқанда әлем Бхопал шындығымен бетпе-бет келді. Бірақ бұл қасірет сол бір түнмен ғана шектелмеді. Ол ондаған жылдарға созылатын тірі тозақтың бастауы еді. Тірі қалған 500 мың адамнан астам өмірінің соңына дейін мүгедек болып қалды. Метилизациянат газы адамдардың өкпе ұлпаларын толықтай зақымдап, фиброзға айналдырды. Бұл дегеніміз, адамдар әрбір демді қатты ауырсынумен, тұншығумен алатын болды. Мыңдаған тұрғын удың өткірлігінен көз жанарынан бір жолы айырылып, соқыр болып қалды.
Ең сорақысы, бұл химиялық удың әсері адамның ДНК құрылымына, гендік деңгейіне соққы болып дейді. Апаттан кейін Бхопалда дүниеге келген жаңа ұрпақтың басым бөлігі іштен туа біткен ауыр кемістіктермен, мутациялармен туылды. Оған қоса, американдық корпорация зауыт аумағын толық тазартпастан мыңдаған тонна химиялық қалдықты ашық күйінде тастап кетті. Бұл улы заттар топыраққа сіңіп, жер асты суларымен араласып кетті. Сарапшылардың ресми экологиялық зерттеулері бойынша, Бхопалдың суы бүгінде тірі ағза үшін ең қауіпті у болып есептеледі. Ресми тергеу комиссиясы зауыттың ішкі құпияларын ашқан кезде әлемдік қауымдастық жағасын ұстады. Анықталғандай, Union Carbide корпорациясы ақштың батыс Вирджиния штатындағы дәл осындай зауытында қауіпсіздік жүйелерін толықтай автоматтандырып, ең жоғары деңгейде ұстаған. Ал Үндістандағы зауытта үшінші әлем елінің халқын адам құрлы көрмей, қосарланған стандарт саясатын жүргізген. Шығындарды азайту үшін автоматты жүйелердің бәрін алып тастап, қарапайым қолмен басқаруға көшірген. Трагедиядан кейін корпорацияның бас директоры Уоррен Андерсон Бхопалға келген сәтте жергілікті полиция оны тұтқындады. Бірақ бірнеше сағаттан кейін ақш үкіметі мен Үндістанның жоғары билігін астыртын келісімі арқылы ол кепілмен босатылып, жеке ұшағымен елден қашып кетті. Үндістан соты оны халықаралық іздеуге жариялап, ақштан бірнеше рет экстрадициялауды талап еткенімен, Вашингтон Андерсонды өмірінің соңына дейін жауып, қорғап келді. Ол 2014 жылы ешқандай жаза өтеместен Флоридадағы зәулім үйінде тыныш қана көз жұмды. 1989 жылы 5 жылға созылған ауыр сот процестерінен кейін Union Carbide корпорациясы мен Үндістан үкіметі соттан тыс бейбіт келісімге келді. Американдық алпауыт компания келтірілген барлық шығындар мен зардаптар үшін $470 миллион өтемақы төлеуге келісті. Сырт көзге бұл үлкен сума болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл ақшаны ресми тіркелген $500 миллионнан астам зардап шегушіге бөлген кезде әрбір адамға шамамен бар жоғы $300-500 дейін ғана тиеді. Бұл ақша уланған адамдардың бір айлық дәрі-дәрмегіне де жетпейтін еді. Бхопал халқы бұл шешімді өз жақындарының өлімін қорлау және корпоративтік капитализмнің жеңісі деп қабылдады. Наразылық шерулер жылдар бойы тоқтамады. Бірақ заңды түрде іс жабылып қалған болатын. Адам өмірінің құны бұндай үлкен компания үшін тым арзанға бағаланды. Егер осы видео ұнаса, лайк басып, комментарийға видео ұнады деп жазып кет. Қолдауларыңа рахмет. Сау, саламат.